Абайдың жылы біздің рухани жаңғыру бағдарламамыздың қазақша айтқан болсақ, бір тұздығы секілді деп есептеймін. Бұны жастарымыз жақсы түсіну керек. Бастысы, екінші мәселе Абай орталықтары. Бұл да әрине осы ғылымға байланысты дүниелер. Бізді тек қана өзіміздің ішіндегі нәрсе емес, сыртымызда білу мақсатында. Қазір сыртқы істер министрлігінің жоспарлауы мен әрине мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Абай орталықтарын шетелдерде ашылу. Осының бірі 27 қаңтар күні қазір Чехия мемлекетінде, одан кейін Венгрия мемлекетінде Абай орталықтары ашылады. Ол жаңа елшіліктің жанынан және ұлттық кітапхананың орталықтарын келісім арқылы ашып жатырмыз. Және бұл бағыттағы жұмыстар бүкіл әлемнің біраз мемлекетінде жалғасатын болады. Қазір жоспар бар, іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Екінші мәселе, Абайдың тағы да осы жерде айта кететін жағдай, Абай орталықтарымен бірге Абайдың 10 мемлекетте қазір ескерткіші қойылады. Бұл да сол шеттегі мемлекеттегі ұлттардың біздің қазақ елінің кім екенін Абай арқылы таныту мақсатында жасалып жатқан дүниелердің бірі. Жақсы.